сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған жаратылыстану пәні бойынша Архимед заңын қалай қолданады тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау, жекелеген ғарыш денелерін сипаттау, жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау, жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру, Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру, судағы әртүрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау. Дескрипторы: сен бұл сабақта Архимед заңы өмірде қалай қолданатынын білесің және де суда кері итеруші күшін қалай арттыруға болатынын түсінесің. Балалар, ендеше өткен тақырыбымызды еске түсірейік. Архимед деген кім? Көне грекше Архимед біздің заманымыздан бұрын 287-212 жыл аралығында ежелгі Грекияның ұлы ғалымы, математигі және механигі болған. Архимед заңы аэростатика мен гидростатиканың сұйыққа, газға батырылған денеге көлемі сол дененің көлеміндей сұйықтықтың салмағына тең әрі онан әрқашанда жоғары қарай бағытталған кері итеруші күш әсер ететінін анықтайтын негізгі заңы. Архимед күші тепе-теңдік жағдайдағы сұйыққа тұтастай немесе жартылай батырылған кез келген дененің бетіне төменнен жоғарыға қарай тік бағытта әсер ететін гидростатикалық қысым күші. Архимед күші ауырлық күшіне қарсы бағытталған. Ендеше балалар, суреттерге қарап сұрақтарға жауап бер. Неліктен бірінші сорғыш суға батып кетті, ал екіншісі батпады? Неліктен мандариннің біреуі су түбінде түсті, ал екіншісі қалқып жүр? Алюминий шарлар. Шарлардың көлемі қандай? Шарлардың біреуі неліктен суға батып кетті, ал екіншісі неліктен батпады? Құтқару құралы. Құтқару құралдары неліктен тығын еменнен немесе пенопласттан жасалады? Өз ойыңды түсіндіріп көр. Денелерді суға салғанда батып кететін немесе жүзіп жүретіні дененің жасалған материалына байланысты болады. Сонымен қатар, су ішінде дененің ауырлық күшіне қарсы кері итеруші күш әсер етеді. Егер судың кері итеруші күші дененің ауырлық күшінен үлкен болса, дене су бетінде қалқиды. Егер осы күштер тең болса, дене су ішінде жүзеді екен. Қараңдаршы. Бірінші сорғыш дымқыл болғандықтан суға батып кетеді. Себебі оның бойында болған ауаны су алдын ала ығыстырып тастады. Ал екінші сорғыш құрғақ. Сондықтан ол су бетінде қалқиды. Оның бойында ауа қабаттары бар. Сен білесің бе? Сен суға батып кеткен кететін ағаш бар екенін білесің бе? Кавказда шамшат деп аталатын ағаш өседі. Оны жергілікті халық демир ағаш деп атайды. Себебі шамшат ағашы темірдей қатты. Оларға оңайлықпен балта да батпайды.
арада өтпейді. Өзі өте ауыр болады, су бетінде қалқымайды, тас сияқты дереу су түбіне батып кетеді. Шамшаттың кейбірі түрінен тіпті мәшиненің ұсақ бөлшектері де жасалады екен. Ендеше сіздерге үй тапсырмасы. Зерттеу жұмысын жүргізіп көріңдер. Ауырлық күші мен кері итеруші күш өзара қалай әсер етеді? Бір ыдысқа су толтырып аласыңдар. Және де 3 бөтелке аласыңдар. Бірінші бөтелкеге су толтырмайсыңдар. Екіншісіне жартылай су толтырамыз, ал үшіншісіне толықтай су толтырамыз. Және де су толтырылған ыдысқа саламыз. Қайсысы батты, қайсысы жүзді, және қайсысы қалқиды? Неліктен? Осы сызба бойынша зерттеу жұмысын жүргізіңдер. Ендеше осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.